Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен біз қазақ ел арнасы. Бүгін біз сіздерге қазақ хандығының екінші ханы Әз Жәнібек хан жайлы айтатын боламыз. Жәнібек хан Әз Жәнібек хан болып халық арасында аталып кеткен. Қазақ хандығы мен қазақ хандары әулетінің негізін қалаушы. Барақ ханның ұлы, Орыс ханның шөбересі, 15 ғасырда өмір сүрген. Хандығының екінші ханы. 1456 жылы Дешті Қыпшақта Шайбандық Әбілхайыр хан билікті қолына алған соң, көшпенді халықтың Жәнібек пен Керей бастаған бір бөлігі Моғолстанға қоныс аударып, Шу мен Қозыбасы өзендердің аңғарына орын тепті. Моғолстан ханы өз қарсыластарымен болатын күресте көмектестер деп есептеген қазақ басшыларымен одақтас болды. Өзара қырқысулар мен соғыстардан жапа шеккен 200 мыңға жуық көшпенділер Жәнібек хан мен Керей ханның маңына топтасты. Олардың билігінің күшеюі 1468 жылы Моғолстанға әскери жорық жасамақ болып, бірақ жол үстінде кенеттен қайтыс болған Әбілқайырға олар тарапынан қауіп төнуі мүмкін деген ой салды. Жәнібек хан қазіргі Шу станциясының солтүстік шығысында Хантауда қоныстаған. Әбілқайыр хан өлімінен кейін хан тағы үшін болған өзара қырқысулар кезінде Дешті Қыпшақта өрши түсті. Оған туған жерге оралуды көздеп жүрген Жәнібек хан мен Керей хан да араласып кетті. Олар Әбілқайыр мұрагері Шейх Хайдар ханмен кескілескен шайқасқа түсті. Өз әміршілері тарапынан ешқандай көмек ала алмаған Шейх Хайдар билік үшін күресте жеңіліске ұшырады. Бұдан кейін Дешті Қыпшақтағы билік Орыс ханның тұқымдары Жәнібек хан мен Керей ханның қолдарына өтті. Олар тағы да 30 жыл бойы шайбанилықтармен табан тіресе шайқасты. Биліктің Орыс хан тұқымдарының қолына өтуі де көшпелі өзбектер мемлекетіндегі саяси жағдайды өзгерткен жоқ. Дегенмен бұл оқиға көшпелі өзбектер мемлекеті атының Дешті Қыпшақ болып өзгеруіне ықпал етті. Бір кездері Моғолстанға қоныс аударған адамдар өзбек ұлысында қазақтар деп атала бастады. Және бұл атау бүкіл хандыққа тарай бастады. Билік үшін күрес Жәнібек хан мен оның үзеңгілестері қазақтардың бірігуі мен қазақ хандығының құрылуына үлес қосты. 15 ғасырдың орта шенінде ежелден Жетісу өңірі мекендеген түркі тайпалары бір этникалық топқа біріге келе қазақ халқын құрады. Жәнібек хан мен Керей хан Жетісу өңірі Шу мен Талас өзендерінің бойын мекендеген қазақтардың басын қосуда көп еңбек сіңірді. Бұл мақсатпен олар өзара қырқысуларды басып, ірі феодалдарды маңайына топтастырды. Жәнібек ханның Дешті Қыпшаққа оралғаннан кейін билігін күшейткені туралы өмірінің соңғы жылдары мен өлім туралы деректер жоқ. Оның есімі тарихи деректерде соңғы рет 1773 жылы кездеседі. Бұдан кейінгі жылдары Керей хан туралы ғана айтылған. Жәнібек хан жиі болатын шайқастардың бірінде қаза тапқан деп болжауға болады. Сақталып қалған аңыздары мен өлеңдерінде Жәнібек ханды Әз Жәнібек деп атаған. Бүгінгі Жәнібек хан туралы видео ұнаса лайк басып арнаға жазылыңыздар.